Ассалаумағалейкум достар, мен велосипедде және біз бастаймыз. Бүгін біз қағаздан осындай суретпен жасауды көрсететін боламыз. Ендеше біз видеомызға кеттік. Достар, бүгін бірінші парақты түзу қылып, осындай қағазда, 4 қағазда немесе любой қағазда ровно 4 бұрышқа оласты, тік 4 бұрышты 4 бұрышқа оласты, ровно. Достар, міне біз істеп алдық. Осындай ровно 4 бұрыш қағаз. Осындай ровно 4 бұрыш қағаз. Енді осыны аласыздар да, сіздер былай бүктейсіздер. 4 бұрыш қағазды да былай бүктейсіздер. Осыны да ортасынан, яғни мына жерінен қиясыздар. Қазір қиялайық. Міне ортасына қайдық. Айтпақшы достар, арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып кетсіздер. Бізде просмотр жиналады, бірақ лайк аз жиналады. Сондықтан енді подписаться аз болады. Сондықтан арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіз. Осы парақты да шыққан бір парақты. Енді осыны да бағанағындай істейміз, бірақ оны қимаймыз. Келесінде осылай бүктейміз. Осындай шықты. Осыны аламыз да, мына жеріне былайынан бүктейміз. Екі жағын бірге аламыз. Былай бүктейміз. Ровно бүктейміз. Сосын былай бүктейміз. Артқа мән бермеңіздер. Енді осыны аламыз да былай бүктейміз. Осындай шығады, осындай. Тесіне бүктейміз. Былай. Енді осындай екінші бірдей шығады. Бірдей шығарып осындай. Енді қоясыздар бір-бірінің үстіне. Сосын осындай қоясыздар. Сосын бір жағын аласыздар да мынандайдың ішіне кіргізесіздер. Әдемілік көру керек. Енді мынаны аласыздар, мына жақтағын. Мынаны аласыздар да мынаның ішіне кіргізесіздер. Мынаның ішіне кіргізесіздер. Мына арт жақтан кіргіземіз. Мына жаққа қарай. Сосын осындай бейнес жүрген жағын. Осыны қазір біз бояп қояқ. Достар, біз әдемірек қойдық, аяқ солеп жазып қойдық. Енді осыны былай істейсің, былай лақтырсаңыз болады. Шықпаса да әдемі болады. Өзіңіз көрдіңіз бе? Әдемі шықты. Кішкене болсын шат мықтап жіберсеңіздер. Ал енді сау болыңыздар.